Көптеген жұмысты жасанды интеллект арқылы оңайлатуға болады. Соның бірі налоговыйға қатысты әртүрлі сұрақтар. Қазіргі уақытта осы ChatGPT-де налоговыйға қатысты Қазақстанның арнайы боттары бар. Сол арқылы біз әртүрлі заңдарды білуімізге болады. Оны қалай қолдануға болады? Қазір көрсетемін. Мына поиск деген жерге налог деп жазамыз. Бұл жерде істелген арнайы боттар бар. Мына жерде мысалға міне налоговый Қазақстан деген бар, мынадай бот бар. И мынау кішкене танымалдау екен, біз осыны қолданайық. Осының үстін басамыз және начать чат деп тұрады, немесе ағылшын тілінде болатын болса, қай тіл ыңғайлы соны қоясыз. Бұны енді тегін қолдануға болады, уақытша, бірақ енді сізде платный болатын болса, безлимиттен қолдануға болады. Бұл мына ботқа қатысты емес, бұл осы ChatGPT-дің өзіне қатысты. Бұл жердегі ақпараттардың бәрі осы Қазақстанның налоговый кодексімен байланысты. Мысалға, мына жерге орысша или қазақша немесе ең дұрысы ағылшынша жазған дұрыс. Бұл жерде енді негізгі база орысша болғандықтан орысша жазайық. Мой, мысалға, оборот 500 миллион теңге. Налоговый режим общеустановленный деп жазамыз. Одан кейін қандай налоговый режим бар, соны жазамыз. Немесе ИП осындай деген секілді. Әрине мына ода ограничениялар бар, соған қатысты. Расход 100 миллион теңге. Сколько налог? Сізде енді налоговыйға қатысты қандай сұрақ бар, соның бәрін жазсаңыз болады. Мысалға, менің оборотым осынша, маған қандай налоговый режимді таңдауға болады. Менде осындай оборот болды, шығын осынша, ол шығынның 20% айлыққа кетеді, одан кейін менде мысалға НДС-ке тіркелмегем, немесе сол сияқты осындай, немесе мен бизнесім осындай, қандай налоговый режимді таңдау керек? НДС керек пе, керек емес пе деген секілді. Жалпы мына жерде бізге мынадай ақпараттар берді. Енді қазіргі жағдайда мынау расходты алады, осыдан 20% КПН 20% деп шығарды, содан мысалға 80 миллион төленеді. Егер сізде НДС болатын болса, онда қосымша міне осындай НДС-тің суммасында шығарып беруге көмектеседі. Немесе былай істесеңіз болады, сізде налоговый отчет болатын болса, бухгалтер жазып берген, немесе Excel, Pexel-де мына жерде прикрепить файл деген бар. Добавить, загрузиться компьютера деген таңдайсыз, сол файл таңдап мына жерге жіберсеңіз болады. Жалпы осындай расход, шығындар пайда бар, қанша налог төлеуім керек деген секілді. Мысалға мынадай сұрақ қояйық. У меня оборот 5 миллион теңге. Сотрудников. Менде осынша оборот бар, айына. Енді қате жазсаңыз да мына жерде түсінеді. Осындай оборот бар, және жұмысшы саны осынша, қандай налоговый режимді қолдануға болады. Соған қатысты мына жерде міне ақпараттар береді. Упрощенный декларация деп тұр, для малого бизнеса. Бұл енді егер сіздің оборотыңыз осынша болатын болса, міне 30 МРП мен белгілейді. МРП деп жазып қойды, енді түсінбейсің, ол МРП деген қазір бір МРП мысалы қанша еді деген секілді. Қазіргі жағдайда ол 103 миллион деп соған конвертациялап береді. Егер айына сізде осынша болатын болса, годовой оборот сізде осынша болады, 60 миллион теңге, налоговый ставка 3%, яғни айына 150 мың теңге налог төлейсіз деген сөз. Немесе патент таңдауға болады. Патент таңдаған жағдайда мынадай, одан кейін осындай бар деген секілді. Мынау енді ChatGPT-дің базасы кейбір дүниелерге актуалды болмауы мүмкін. Қазір ESP деген бұрын болған, қазір жоқ. Общеустановленный режим деген бар, ол жерде міне осындай деген секілді. Мына жерде соңында рекомендация берген. Егер сіздің оборотыңыз айына 5 миллион теңге болатын болса, онда 5 сотрудник болатын болса, сізге упрощенный декларация 3% пен жақсы келеді деп жазылған. Соған қатысты енді миыңызға келген қандай сұрақ бар, соның бәрін мына жерге жіберсеңіз болады. Мысалға мынадай болуы мүмкін. У меня бизнес зарегистрирован в ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратах. Должен ли я платить налог в КИЗ? Енді бірден айтайын, мына жерде цифрлар, ақпараттардың маған дым қатысы жоқ, бұның бәрі мысал. Ондай жағдайда мына жерде міне соған қатысты ақпарат береді. Егер сіздің налоговый резидент болып есептелесіз, егер сол Қазақстанның ішінде сіз жылына 183 күннен артық соңғы 12 айдың ішінде тұратын болсаңыз, ондай жағдайда қандай
доход болса да міндетті түрде налог төлеуіңіз керек деп мына жерде жазылған. Қосымша сондай нюанстар бар. Одан кейін осындай дүние бар деген секілді. Қосымша мына жерде мен айтқан, егер бизнесің Дубайда тіркелген болса, бірақ егер сен бизнесің сол Қазақстанмен байланысты болса, мысалы кафе бар, бизнес Дубайда тіркелген, бірақ Қазақстанда жұмыс жасап тұр, ондай жағдайда сен налог по-любому Қазақстанда төлейсің. Немесе сол сияқты нюанстармен мына жерде міне түсіндірілген. Осындай сұрақтарды қолдануға болады. Оны қолдану үшін мына ChatGPT-ге өтесіз, обзор GPT, мына поискке налог Қазақстан деп жазсаңыз шығарады. Міне иконкасы осындай. Авторы мына жерде Бек Сарбасов деген кісі.